Енді тапшылықты көріп отырсыздар. Қазірдің өзінде 1 гигабат, сарапшылардың айтуы бойынша 6 жылда 6 гигабатқа жетеді дейді. Айналып келгенде ол шекараны шегендеп алған тәуелсіздік деген сөз емес ол. Ол азық-түлік қауіпсіздігі бар. Сен энергетикада тәуелсіз болуың керек. Енді қарап болсақ, қазір кіндігімді Ресейге байланып отыр ғой. Жыл сайын жаңа айтып жатыр, 100 миллиард теңгеге сатып алып жатырмыз. Ондай мәселе бар. Мемлекет дамытатын өндірісқа да жұмыс орындар сол кезде ашылады. Енді электр қуатына тапшылық болатын болса, кім біледі ертең? Бұл қазақтың саны көбеймей ма? Бізге жаңа қала керек емес па? Біздің ауылдар үлкею керек, өндіріс керек, инвесторлар тартуымыз керек. Олар келіп осы елге қаржы құю керек. Сонда бірінші кезекте әрине бізге электр қуаты керек. Салынатын аяс ол озық болу керек, ол қауіпсіз болу керек, және оны кім салады деген әңгіме, және ол соңғы технологияларға сай болу керек. Және МАГАТА деген үлкен үйім бар. Бұлар дүниежүзі бойынша өздері бақылаған АЭС-тердің қауіпсіздігіне жауапкершілігін мойнына алады. Олар енді ол жыл 12 айдың кез келген мезгілінде, тәуліктің кез келген сағатында кез келген АЭС-ті барып тексере алады олар. Сондықтан енді 6 қазан күні барып өз таңдауымызды жасайық.